Мен бүгін сіздерге Манас жөнінде айтып кетейін. Бүгінгі учурда бізге аябай Манастың духу керек. Эпосты оқысаң, анын ішінде бары бар: география, маданият, таможня, армия, саясат жана башкалар. Ооба, сенин айтып кеткениңе кошулабыз. Жана ошондой эле Манастын зарылчылыгы жөнүндө азыр эми экөөбүз сөз кыла кетсек, Манастын зарылчылыгы кыргыздар алыскы, жакынкы, машинелешкен, компьютерлешкен, цивилизациялашкан күчтөрүнө ооп тартылып келе жатат. Ал эми канткенде биз өз өзүбүздү сактап, өз журт, улут катары сакталып калабыз. Ооба, бүгүнкү күндө мындай беймазалуу суроолор дүйнөдөгү кичине жана чоң калктары алдыларына коюп, аралары ачылган глобалдаштыруунун кырдаалында улуттук очокко, коомдогу, элдик нарк дөөлөттөрдүн философияларынын негизинде тутунуп жатышат. Манас тууралуу Шайырбек агайдын 15 мүнөттөн турган 74 видеосун азыркы убакытта көрүп жатам. Видеону көрүү менен менин элиме болгон патриоттук сезимим күчөт. Ошондой эле ички дүйнөм бүлүк салды да. Ошондой эле менин жашоомго болгон көз карашым өзгөрдү. Элим үчүн, жерим үчүн болгон кызмат кылган кыялдарым алоо болуп жатат. Ооба, мен дагы акыркы күндөрү бул видеону угуп жана көрүп жатам. Демек, бүгүнкү күндө Манас эпосу жаштарды мекенчиликке, патриоттуулукка тарбиялоонун булагы болуп эсептелинет экен. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Манастын көлөмү чоң болгондуктан ал ГИННЕСке киргизилген. Манаста 500 миллион саптар бар. Бир сапта 6-7 муундар бар. Манаста деген 40 саны ыйык сан. 3, 5, 7, 9, 12 сандары болсо сократылуу сандар. Манастын 80 варианттары бар. Манас эпосу Кыргызстанда 1000 жылдыгы 1995 жылы белгиленген. Манаста 800 жер суу аттары бар. Жана 600 каарман бар. Колдоочулары 40 жигитер дейбиз. Манастын минген аты Аккула. Манас айтуу арбак дарыган процесс деп айтабыз. Анткени манасчыларга түшүнө манас кирет, өңүнө көрүнөт. Мисалы манасчылар Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Шапак Рысмендиев, Молдобасан Мусулманкул, Жусуп Мамай жана башкалар. Манасты ЮНЕСКО киргизген Карганбек Самаков 157 мамлекеттер алкоундар менен макулдашып киргизген. Манас изилденип бүтелек. Ал деген Кыргыз Илимдер Академиясында Манастын бөлүмүндө изилденип дагы келе жатат. Ишеналы Арабаев институтунун ичинде Манастануу институтунда да изилденип келе жатат. Кыргыз улутунун университетинин Манастануу кафедрасы бар. Манас жөнүндө деректүү тасмалар: Айчүрөк, Манас, Алмамбет окуялары, Манас Семете Сейтек училтиги, Теңир Манас романы. Манастын муундары: Манас, Семете, Сейтек, Алымсары, Улансары. Манас эпосу гректердин Илиада жана Одиссея чыгармасынан 20 эсе чоң. Фарстардын Шахнаме чыгармасынан 5 эсе чоң. Индиянын Махабхарата чыгармасынан 2,5 эсе чоң. Манастын чечмелеши ман жана аз деген сөздөрдөн чечмеленет. Ал деген биринчи мыкты киши дегенди билдирет. Анан жогорку акыл эс дегенди билдирет. Адеми Манаста эмне кымбат? Ата журт анын боштондугу, көз карансыздыгы кымбат. Аяна Манаста эмне ыйык, эмне улук? Ата журт үчүн, эл үчүн кара жанын кар чурган, кароосун казып, башын токмок кылган мекенчилдик улук. Улуттун биримдүүлүгү, бөлүнбөгөндүгү кымбат. Элдин ар намысын ойлогон, өзүнүн беделин жерге түшүрбөгөн жигиттин, уулдун, эрдин намыскөйлүгү улук. Мекендин чегин күнү түнү күзөтүү, эл жерин сактап кайтаруу, мамлекеттүүлүктү коргоо жана чыңдоо идеясы ыйык. Ала тоого болгон ашып ташкан сүйүү кымбат. Бакубат жашоо үчүн күн тынымын билбеген, түн уйкусун көрбөгөн ак эмгек, адал эмгек ыйык. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан көрөгүчтүк, акылмандык улук. Кылымдарды аралап келе жаткан ата-бабаларыбыздын салты ыйык. Адеп ахлак, жан дүйнөнүн сулуулугу, марттык, мейман достук, чынчылдык жана башка асыл сапаттар улук.
байланған, қыңқылдаған балдарға, қымыз менен сүт беріп, қымырынылы байланған, кемпір соның қырғыздың, нақты сөзі шарайтқан, ақлақ кебін дағайтқан, бағасы жұртты байытқан, барын білген тарихтан, қарсы соның қырғыздың, телегейі теп-тегіз, жері жақшы қырғыздың, өзің берген өзесе, eli жақшы қырғыздың, қарғыздың өз ішінде, олармалдан жылқы көп, олыққандан түнші көп, солып жаққан ұйқы көп, жақасынан сырты көп, жашағынан құрчы көп, жанжырғатқан үрчі көп, елдеріңде салты көп, екелеген марты көп, арамдарын көрсеткен, алдаған шадарты көп, қарам салған төсі көп, қарды салып бесі көп, бос қойыннан күлкі көп, борсылдаған күлкі көп, айғанқадан қылыш көп, айранынан қымыз көп, азғанақай қырғызда, амша тұрған шығыш көп, қарақайын шері көп, қалған жолы шері көп, ақматадан манат көп, атыран қалған санат көп, айтышқанға чечен көп, қайсы бірін айтайын, айтылбаған нечен көп, арыңынан семіз көп, жатқызынан егіз көп, тектерінде теге көп, құрғысына құлжа көп, адырғанда арқа көп, ақ көрпесі бұлғындай, ардымағы дұлдұлдай, бозор бойы бұлбұлдай, қара қияқ жылғындай, қара құшыр тұйғындай, ұлы саяқ ташыған, луаға ағыл ташыған, ұлының үнін ұққанда, мұңлық пенде жашыған, қорғыз әлі чөлінді, бағасы чәрі көрінді, аңғар бөгін ақбейіп, аралашып көрінді, алмас күлдің ашылған, жөнішкерді шашылған, көкшелері көйкөлі,